Ассалаумалейкум, қырғыз елі. Сіздердің алдыңызда үлкен басымен келіп, мен 70-тегі зейнеткермін. Жұмагезиева Роза Хамсақызы. Жұмагезиев Арман Бақтылының анасымын. Оны Декерман деп танисыздар ғой. Ал сіздерден жаңа ол талай рет кешірім сұрар еді. Қазір енді осындай жағдайда отырғаннан кейін соның атынан, өзімнің атынан сіздерден кешірім сұраймын. Ол бір жерде дұрыс сөйлемеген шығар. Дұрыс түсінбеді. Екі ортада жаңағы ұлттық араздық болып кетті ме, білмеймін. Жүрегім ауырды. Ол шын мәнінде мен ондай ойы жоқ еді оның. Ол шын мәнінде өте жақсы көреді қырғыз елін. Әрқашанда мақтан тұтады. Қандай боевой, қандай патриот, керемет халық қой деп. Әрқашанда. Сол енді Алланың бұйрығы шығар. Сол қырғыздың қызын алып, сол құдағи болып отыр. Возьмемся за ум. Да возьмем Маңғыстау, Ақтау, вот там проходят мирные митинги. Люди собрались спокойно, говорят, здесь что творится. Я прошу, братский народ киргизов, многие киргизы приехали, тоже мародерствуют в Алмате. Остановите тех бандитов, тварей конченых, которые, пользуясь этой бедой, заезжают в Казахстан и начинают грабить наши магазины, наши ювелирные изделия, прикрываясь казахами. О, мои братья киргизы, остановите эти твари, которые хотят обогатиться за счет несчастья народа. Мы один народ, мы должны сейчас поддержать в это трудное время. Остановите этих беспредельщиков. Сколько мы поймали этих тварей, которые сюда приходили, грабили. Это не только казахи, это киргизы приезжают, это тоже диверсию устраивают. Но не все киргизы, а те, твари, которым это удобно. Давайте сейчас объединимся, поддержим.